Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз сіздермен Activity Book'тың Part 2 екінші бөлім Lesson 7 жетінші сабақты өтетін боламыз. Exercise 1. Look, read and write дейді. Look қара, read оқы және жаз. Қарадық. Hello everyone. Сәлем баршаңызға. My name is Айжан. Look. Мына жерде қарайық. Z мен H әріпі Ж болып оқылады екен. Айжан. Look at my, не? School bag, я? Сумканы бейнелеген school bag деп жазамыз. Мысалда көрсетілген. It's red. Ол қызыл және қандай түс? Көк, я? Көкті мұнда жазамыз. Көкті ағылшынша қалай айтамыз? Blue дейміз, я? Жарайсыңдар. This is my, не? Қарандаш салатын pencil, я? Pencil case. Now. Енді және this is my кітап. Book дейміз. They are yellow and олар дейді, я? Сары және күлгін. Күлгін дегенді біз қалай айтамыз? Purple дейміз, я? Оны жазамыз purple деп. And what's this? Мынау не дейді? It's my green. Жасыл не мынау? Өшіргіш. Өшіргішті біз ағылшынша қалай айтамыз? Rubber дейміз, я? Rubber. My school bag is full of colors дейді, я? Менің мектеп заттарымның түстері дейді, я? Next exercise 2. Do the sums and find the stickers дейді. Мұнда біз екінші жаттығуда мына жаттығуларды қосамыз, орындаймыз және мына жақтан соңғы бетте стикер бар бізде. Сол стикерді алып, мына жаққа жабыстырып шығеміз, я? 10 plus 6 дейді. 10-ға 6-ны қоссақ қанша болады? 16, я? 16. 16-ны мына жақтан көреміз, аламыз, я? 16 міне, я? Осыны алып, онда жабыстырамыз. 6 plus 5 дейді, я? 6 дегеніміз 6, 5 дегеніміз 5, я? 6-ға 5-ті қоссақ қанша болады? 11 болады, я? Мұнда жазамыз 11 деп жабыстырамыз. Яғни наклейканы алып, өздеріңіз жабыстырасыздар. 7 and 8 дейді, я? 7 және 8 дейді, я? 15 болады, мұнда жазамыз 15. 12, 12. Plus 1, 12 бірді қоссақ. 13, 13-ті біз ағылшынша не дейміз? 13 дейміз, я? 11 plus 3. 11, 11, 11-ге 3-ті қоссақ 14. Мұнда жазамыз 14 деп. Қарадық. 10 plus 2. 10-ға 2-ні қоссақ қанша? 12. Мұнда жазамыз 12 деп.